Сәлем баршаға. Менің атым Мұхаммад Мухсин. Қазіргі уақытта Нұр-Мүбарак университетінде оқып жатырмын. Яғни Нұр-Мүбарак студентімін. Бүгін біз Алла бұйырса исламдағы 3 макрух, яғни намаз оқылмайтын уақытты үйренетін боламыз. Бұл алдарыңызда тұрған сурет, бұл түрік тілінде. Мен оны қазақ тіліне аударамын қазір. Ал енді бастайық. Бірінші бізде бұл көрсетейін. Бұл бірінші макрух уақыт. Яғни бұл таң намазы аяқталған уақыттан кейін күн найза бойы көтерілгенге дейін деген фиқта бір термин бар. Яғни арқан бойы деп те келеді. Сол уақыт бұл. Яғни күн өзі домалақ қой, сол домалағы толық шығу керек те бұл көкжиектен. Мынау көкжиек қара. Яғни уфук хатты деп жазылып тұр бұл жерде. Яғни көкжиек сызығы. Және бізде екінші уақыт, яғни 5-ге 25-30 минут қала осы уақыт кіреді. Бұл уақыттарға қарағанда, яғни бірінші мен үшінші уақытқа қарағанда қысқалау көріп тұрғандарыңыздай, уақыты да қысқа. Бұл уақытта да намаз оқылмайды. Бұл уақыт аяқталғаннан кейін бірден 5 намазының уақыты кіреді. Жұма намазы осы уақытта оқылады. Және үшінші бұл ақшам намазынан алдыңғы уақыт. Яғни асыр намазынан кейінгі ақшам намазының екеуінің аралығындағы уақыт. Бұл уақытта да намаз оқылмайды. Және де бір қызық бір ақпарат болсын сіздерге. Бұрынғы қауымдарда, бұрынғы пайғамбарлардың уақыттарында тек 2 уақыт намаз оқылатын болған. Бұл бірінші таң намазы мен ақшам намазы оқылатын болған. 2 ракаттан. Бізге жеткен хабарлар бойынша әртүрлі тарихи кітаптардан солай жеткен. Енді 2 уақыт қана оқитын болған. Ал біздің ислам дінінде 5 уақыт қазір уақытта. Сондай қызық ақпарат бар. Және енді бұл жерде сөздердің қазақшасын айтып кетер болсам, 3 керахет замандарының шекілі. 3 керахет, яғни 3 тыйым салынған уақыттардың сызбасы шекілі қазақшада. Және де бұл жерде güneş doğarken olan kerahет zamanı, күн атып, күн шығып келе жатқандағы керахет уақыты заманы. Одан кейін өле керахет заманы, яғни зевал уақыт. Яғни 5 намазының уақытындағы керахет, яғни ол намаздан алдыңғы уақыттағы. Және үшінші бұл güneş batarken olan kerahет заманы, яғни күн батып бара жатқан уақыттағы керахет уақыты. Ал бұл жердегі арабша сөздер, яғни исфирару шамс, яғни күннің сарғаюы. Исфирар уақыт, яғни күннің сарғаю уақыты. Духа уақыты, бұл духа деген намаз оқылады осы уақытта, бұл нафил намаздардан. Және де ишрақ уақыты вея кушлук уақыты. Яғни бұл уақытта ишрақ намазы, немесе кушлук деген намаз оқылады. Бұл нафил намаздар. Яғни осы 3 уақыттан басқа уақыттарда барлық намаздарды оқи берсек болады. Нафил намаздар бәрін. Ал бұл 3 уақытта ешқандай намаз оқылмайды. Ал егер оқылатын болса, макрух болып саналады. Тек қана бір намаз уақытында оқылмай қалса, ол макрух болып саналмайды. Мысалы, екінді намазы уақыты кіріп, әлі кешіктіріп осы уақыттарда оқыса да болады. Бірақ негізі бұл уақыттарға қалдырмаған дұрыс екінші намаз уақытын. Яғни сондай бір не бар. Жағдайдан тыс бір намаздың уақыты бар. Güneşin doğuşu vakti, күннің шығу уақыты, güneşin batışı vakti, яғни күннің бату уақыты. Және де енді кейбір сұрақтар болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Бүгін жұма күні, сонымен де бір қазақ еліне, түркі ислам әлеміне бір пайдам тисін деп бір контент бастауға кірістім. Қолдап жіберерсіз деген ойдан.